Қысқасын айтқанда, так достар, стоп. Егер бұның алдыңғы бөлім көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Мына оң жақта тұр. Болды. Мен вайнермін. Бүгін ақпанның 19 болды. Мен инстаграмда отырдым. Маған вайндар көрген ұнады. Мен де вайнер болып кетсем ше? Жақсы вайнер болу үшін жақсы монтаж, жақсы әзіл ғана болса болды. Жақсы әзіл менде бар. Братиш, қораздарды неғып көріп атсың? Сенде не өзін ұстауын сабақ болмады ма не? Ал монтаж жауды мен 5 саусағымдай білем. Ең бірінші вайнды түсіріп салдым. Қаралымдарды күтіп отырдым. 1 сағат, 2 сағат, 2 сағат 15 минут, 1 сағат 17 минут 35 секунд. Көбеймеді. Мен өз парақшамдағы статусқа қарадым. Барлық керемет болды. Шамамен. Тағы да 2-3 вайн түсіріп тастадым. Конкурс ұйымдастыруға болады. Бірақ конкурсқа не қоям? Ми деген ашып кетті. Оппа, жаңа комментарий. Сенің вайндарыңнан қалалым қызығырақ. Әрине мен төбелесіп бұқтап жатқан жоқпын ғой. Барлық вайнерлер сияқты вайн сүру керек. Мен ерініп кеттім. Мүлде желаниям қалмады. Жаңа идея үшін дем алу керек. Болды, дем алыс. Йо, мә, әшейін түсі екен ғой. Ой. Қысқасын айтқанда мен вайнермін. Достар, мен еңбегімді бағалап және де менің міндетті түрде инстаграмға тіркеліп кетіңіздерші. Ссылкасына қойып қоямын. Сосын каналға тіркеліп видеоға лайк басып қоңыраушаны ұмытып кетпеңіздер. Пока.